Қосыла алдыңыз ба, Ақбота ханым? Я енді нормально болды ғой деймін, иә? Аха, ең нормально болды. Ал осымен екі рет, үш рет үзіліп жатып қосылдық. Мен өзім оқырмандармен тағы да бір амандасып қояйын. Қайырлы кеш менің оқырмандарым. Бүгін мен тікелей эфирде өзімнің наставнигім Ақбота ханыммен бірге шығып отырмын. Байқасаңыздар, мен аптаның әр сенбісінде қазір шығып жүрмін. Қазіргі таңда көп қыз-келіншектер осы бір компанияның етегінен ұстап, өзінің өнімдерін қолданып жүр. Сол секілді мен де өзім бір компанияда жұмыс жасаймын. Ол Сибирское здоровье, Саберин Wellness корпорациясында, және сол өнімді біз қолдандық, және сол өнімдерге біз бүгін пікір айтатын боламыз. Бүгінгі тақырып өнімдерге отзыв айтамыз. Солай емес пе, Ақбота ханым? Жалпы бұл компанияның өзінің 25 жылдық тарихы бар. Ендігі жылы 25 жылдығын атап өтеді, үлкен, былайша грандиозный бір мереке болады. Бұл компанияны білмейтін ел жоқ. Енді 2,5 жыл емес, 24-25 жыл деген аз уақыт емес. Өнімдерінің бәрі табиғи екенін бәріміз білеміз. Ешқандай артық силиконы, жаңағы химиялық қоспасы жоқ екенін де білеміз, иә. Сондықтан бұл компанияға мен тіркелгенмен көп болған жоқ, небәрі бір 3 ай па болған шығар, жаз айында тіркелдім. Содан бері мен біраз өнімдерін қолданым, әрине мен результаттарын көріп жатырмын. Ең бірінші мен өнімнен ең бірінші мына біреу Витамама осыдан бастаған болатынмын. Ең бірінші баламды ойладым, осыны бір көрейін деп. Бұл Витамама балалардың иммунитетін көтеретін өнім. Бұл сироп, бұның дәмі бір чабрец дейді, бірақ бұның дәмі вишневый вареньеге ұқсайды. Ішінде витаминдері бар. 3 жастан бастап деп жазылған, бірақ кішкентай балаларға да беруге болады. Бір чай қасық беру керек, бірақ ол варенье сияқты бұл тәтті болғандықтан оны суға, компотқа араластырып беруге болады. Баланың иммунитетін жақсы көтереді, мұрны су ағып жүрсе, шәл-пәл жөтеліп жүрсе, мына суықта бойына су қалып қалған жағдай болып жатса, осы нені сиропты берсе, бала айығып кетеді. Енді бір күн, 2 күн деп айтпаймын, бірақ 3-ші күннен бастап результатын береді. Мен ең бірінші алған өнімім осы. Так, одан кейінгі алған өнім, біз енді әйел баласы болғаннан кейін мен өзіме крем алдым. Бұл крем для лица SPF 15 деп айтады, деп жазылып тұр. Күнде азанда таза бетке осы кремді жағамын. Бұны негізінде макияждың астындағы основа ретінде пайдалануға болады. Мен енді қазір мына жерде эффекті қойып қойдым, негізінде бетім әдемі жылтырлап болады. Мен қазір тональны мүлдем жақпаймын. Азында осыны жақып кетем жұмысқа, таза бетпен жүремін. Так, демалу да жақсы. Негізі көп кремдер уже беттің порасын жапып тастайды, демалуға өте андай не болады, недышащий болып қалады кейде, шана сухой кожамыз дейміз да, біз масляный кремдер жағып жатамыз. Бұл ондай емес. Так, одан кейінгі алған өнімім, мынау екіншісі, мына бір мен алдым, сыворотканы. Сыворотка концентрат увлажняющий сияние дейді, бірақ мен бұны әлі алып қолданып үлгерген жоқпын. Негізінде ол мынандай крышкада тұрады. Мен сіздерге көрсетейін. Каталогта енді көрген кезде басқаша болады, бірақ ашқан кезде мынандай пипеткасымен былай бетімізге тамызып, бүйтіп массажный движением жалуға болады. Бұл тек қана түнде ғана пайдаланамыз, жатар орында. Осылай. Мен енді қолданам бұны. Так, одан кейін косметикалар айтып жатқан кейін мен мына бір тушқа тоқталғым келіп отыр. Бұл Enigmaның тушы. Бағасы шамамен 7.000 теңге тұрады. Бірақ біз енді көбінесе ойлаймыз 7.000 теңге қымбат, 6.000 теңге қымбат деп. Бұның кереметтілігі білесіздер ме неде? Мен өзім жайында боянған жақсы көрем. Бұл ұзартады. Одан кейін қайырады кірпікті. Және бір сутка бойы
түсіп қалмайды. Мысалына сіз азанда жұмысқа кетіп баратқанда жақтыңыз, иә? Сол кешке шейін жүресіз, түнімен ұйықтап шығасыз, азанда тұрасыз, қалай жақтыңыз, солай тұрады жаңағы жаққан креміңіз. Былайына айтқанда, я прям влюбилась мына тушқа, қазір мен сіздерге ашып көрсетемін. Мынандай. Бағасына қарамаңыздар. Гипоаллергенный, А? Иә. гипоаллергенный, Гипоаллергенный, иә. Гипоаллергенный бұл көзге аллергия бермейді. Кейбір туштар көзге жаққан кезде көз қызарып кетіп жатады, иә, сразу көз жасаурап кетіп жатады. А бұл гипоаллергенный. Өте күшті керемет туштардың бірі. Мен қаншама туш алып көрдім. Мерекейдікінде, Oriflame-дікінде, Bioside-дікінде, базарский, корейский, китайский бәрін алып көрдім. Осыған келіп, Enigma-ға келіп тоқтадым. Так, келесі зубной паста. Так, мен мынадай 3 түрлі зубной пастаны алдым. Иә? Енді қазіргі таңда менің қолданып жүргенім, так, мына біреусін қолданып жүрмін. Бұл да 98-де 3% таза табиғи. Енді қазір мен бұл жерде бүкіл описаниясын бәрін оқып отырмаймын. Жалпы өнімде каталогта қандай болады, және біз қолға алып ұстағанда қандай болады, мен соны көрсеткенге отыр. Бұл әлі ашылмаған жаңасы, мен біреусін әлі қолданып жатырмын. Бұл іштері мед сияқты, бал сияқты сары түсті болады. Қатты бұл ауызғаны көпірі, биткетпейді, бірақ көпіреді. Ал кейбір зубной пасталар көпірмей, әшейін көпірмейтін зубной пасталар да болады. Бұл орташа, қатты көпірмейді, совсем мүлде көпірмей қоймайды да. Так. Одан кейін черника және древесный уголь. Мына біреу. Бұл шамалы кішілеу болып келеді, жаңағы зубной пастадан шамалы кішірек болып келеді көлемі, 75 миллиграмм. Аха, мына жаңағы 100. Енді бұның ішінде де, иісі де, дәмі де мынандай қара болып келеді. Сіздерге қалай көрсетсем екен? Мынандай іші де қара, ағызсаңыз да қара, дәмі де жаңағындай черниканың дәмі шығып отырады. Бұл 99-де 1% натуральный. Я осы пастаның мынау өзі кішкентай болғанымен, мына шығатын тесігі кішкентай да, соған қарағанда сол экономный бұл. И сосын бір свежий, бір жеміс жеген сияқты бір ощущение болады, иә, жуған кезде. Иә, мен осыны бірінші алғашында скидка кезінде алдым да, мүмкін сата салатын шығар деп ойладым, өйткені мен алдында қалған зубной пасталарым бар ғой дедім. Бірақ мен қызықтым, қандай бұл ішінде қандай болады екен? Қара болып түс болса, іші ақ бола ма екен? Мені андай любопытство, былайына айтқанда любопытство болды. Аштым, көрдім, сразу жуып көрдім. Шынымен андай келгенбіз көбінесе мятаны аламыз, иә? А бұл кәдімгідей черниканың дәмі шығып тұрады. Кәдімгі черника жеген сияқтысыз. Так, ары қарай кеттік. Енді біздің денсаулығымыз әйел адам болғаннан кейін, дүниеге бір баланы әкелгеннен кейін, тұрмысқа шыққаннан кейін біздің уже организмімізде кішкене өзгерістер пайда бола бастайды. Соған орай мен мынау EPAM 24 деген осы өнімді ұсынғым келіп отыр. Бұл өнім өте қалай айтсам, менструальный уақыт кезеңді де нормализовать етеді. Гинекология жағынан кішкене проблема болып жатса да, осыны ішсеңіздер жақсартады. Бұның қолдану тәсілі күнде азанда тамақпен бірге 10 капля тіліңіздің астына құйып жібересіз де, ары қарай тамағыңызды іше бересіз. Бұл дәрі емес, бұл биологически активный добавки, бұл витамин, жаңағы тамақпен бірге қосып ішетін. Бір ай көлеміне жетеді, небәрі 1100 теңге тұрады. Біз ауыратын болсақ, ол жағымызға біз 1000 теңге емес, 10.000 теңгеге дәрі аламыз. Мысалына, свечиіміз бар, дәріміз бар, түрлі-түрлі, оны басқа тағысын, ал мына 1100 теңге тұрады. Менде өзімде енді проблема болды, не екенін айтпаймын, бірақ мен осыны қолдана отырып, мен результатын көрдім.
және өте қуанам. Дәрі ішпей мен осыны арқылы өз-өзімді емдеген үшін. Енді біз көбінесе витаминдерді ұсынамыз, БАДыларды ұсынамыз. Бірақ ол БАДыларды ішпес бұрын, ол БАДылардың жаңағы витаминдердің ішіндегі БАДылардың ішіндегі витаминдер бізге организмге сіңу үшін, результат беру үшін біз ең бірінші организмді не істейміз? Чистка. Тазалауымыз бірінші организмді тазалап алу керекпіз. Оған бірде-бір дәлел, о мынау истоки чистоты. Истоки чистотыды өзінің қолдану тәсілі де бар. Так, біреусінің ішінде 60 капсула. Біреусінің ішінде 60 капсула, үшеусі 180 капсула, бағасы 6070 теңге тұрады. Небәрі 180 капсула. Қолданылу тәсілі азанды уақытта сарысын 2 ішеміз, плюс жасылдан 1 ішеміз. Кешкі уақытта тамақпен бірге көкті ішеміз, плюс жасылдан 1 ішеміз. Бұл өтті тазалағанға өте жақсы бірден-бір көмектесетін осы очищающий БАДының бірі. Алғашқы 3 күнде көмектеспейді, бірақ одан кейінгі жаймен результатты көрсетеді. Результатын білесіздер ме қалай? Одан кейін бұл үлкен дәретке кешкі уақытта, мен бұны көбінесе азанда ішем, завтракпен бірге жақсылап завтрак ішкен кезде осыны міндетті түрде ішемін. Одан кейін кешкі уақытта уже результат кәдімгідей үлкен дәретке, ол сөзін жоқ, үлкен дәретке кәдімгідей апарат. Яғни ол организм тазаланып жатыр деген сөз. Егер де бұны ішпесек, ол мысалға бармауымыз да мүмкін еді, бірақ осы витамин арқасында біз барамыз. Так, бұны енді қазір описаниясын сайттан да көріп алуға болады. Жалпы бұл іш құрылысты, өтті тазалағанға жақсы. Так, ары қарай. Одан кейін мен ішіп жатқаным Новамин. Бұл да керемет өнімдердің бірі. Бұл Новаминсіз, білмеймін, мен өмірімді қалай могу представить. Поддержка иммунитета дейді ғой, қазіргі таңда, мысалы, сіз бір рет ауырып тұрсаңыз, болмаса әлі енді ауырайын деп жүрсеңіз, болмаса ауырып жүрген болсаңыз, осыны бір рет ауырып тұрсаңыз, 9 күндік курсын 5 таблеткадан ішіп, результатты көрсетесіз. Бұл өзіңіздің организміңіз әлсіреген кезде, бұл сіздің организміңізге инфекциялар болсын, тағыда кіретін біздің организмге. Соларды түсірмейді. Не Ақбота ханым? Былайына айтқанда, бұны тек қана үлкендерде емес, кіші балаларда ішуге болады, Ақбота ханым? Мұрны суықтағым күніне... Әр жанұяға негізінде 120, мына жерде 120 капсула, әр жанұяға осы Новамин болу керек. Өйткені бұл жерде мынау витамин С, өткенде бәріміз осы эпидемия болған кезде бәріміз білдік, осы денсаулыққа өзіміз әркім өзінің денсаулығына өзі жауапты екенін біз түсіндік, мысалы саналы түрде. Енді осы мысалға 3760 теңге тұрады, әр отбасында болу керек зат. Витамин С және де бұл жерде А витамин жиынтықтары антиоксидантный комплекс. Бұл енді жалпы айтқанда мынау витамин С-ның өзін жалғыз өзін ішетін болсақ, біздің бауырымызға, бүйрегімізге нагрузка болады. Ал именно осы препарат, осы легендарный, біздің осы мынау біздің осы сибирское здоровье шыққанына мына 25 жыл ма, бірақ именно осыны өндіруші адамдар бұның тарихын 30 жылдық деп айтады. Басында бұл кәдімгі онкологиялық заболеваниясы бар адамдарға арналып шығарылған болған. Кейіннен бұның құрамы кәдімгі барлық адамдарға қатысты іште беруге болады. Тіпті балаға да, мысалға, күнде мұрны пышылдап қалса, нетіп қалса, мысалға,
жаңағы несін 2 капсуласын балаға да беруге болады. Мен мысалға 6 жастағы қыздарыма бердім. Өткенде осы алғашқы күздің суығында сондай салқындаған кезде мен бердім. Таңертең кешке даже капсуланы бүйтіп ашып берген кезде баланың тіліне бүйтіп сепкен кезде кәдімгі бала ашырқанбайды. Осы дәмі де мынандай кисло-сладкий, осы бала с удовольствием ішіп қояды екен. Менің қыздарым, 2 қызым, біреуі 5-те, біреуі 6-та, соларға бердім. Ешқандай антибиотиксіз осыны және де мынау эпам 900 мынадан міне 5 каплядан бердім и болды. Басқа ешқандай біз оңайлықпен негізінде кетпейтін бізде ондай ауруларда, бірақ именно осы бізге көмектесті. Ешқандай антибиотиксіз, ешқандай мынау енді антибиотик ішкеннен кейін асқазанын емдеу керек баланың, не тағы солай кете береді ғой. Асқазанын емдегеннен кейін обязательно оны қайтадан восстановить ету үшін витаминдер алу керек, я. Ал міне мына жерде сіз бұның ішінде витамины де бар, және де жаңағы неге антивирусный жаңағы препарат, я мысалға вирустардың бәрін ағзадан өзімен өзі шығарып жібереді. Ағзаға таратпайды, клеткалардың ішіне кіргізбейді вирусты. Осындай қасиеті бар. Міне осының 120 капсула әр отбасында болу керек. Енді мен тағы бір өнім туралы айтқым келіп отыр. Мына өнім. Мен бұны қолданып жүрмін. Бірақ осы хронологты мен сізге сөз кезегін сізге берсем, Ақбота ханым, сіз осыны қолданып бітірдіңіз ғой. Мен бастап ішіп жатырмын. Негізі хронолонг бұл біздің осы Европаның әйелдерінің ең сүйікті, біздің Сибирское здоровьенің өнімінің ішінде Европаның әйелдерінің ең сүйіп жаңа қабылдайтын дәрумендерінің бірінші кезектегі дәрумендерінің бірі. Не себепті? Себебі бұл кәдімгі антистарение, я адамдың, әйелдің ағзасын жаңағы ерте қартаюден, біз неліктен қартаямыз, біз стресстерден, жаңағы біздің денеміздің бәрі шлактарға толып қалғандықтан, біздің органдарымыз бізге сигнал береді, мысалға, бүйрегіміз ауырып тұр ма, значит бізде ол сигнал деген сөз, ал бүйрек неден ауырып тұр, жаңағы көбінде жалпы біздің адамның организмі көбінде шлактардан ауырады. Қазіргі таңда осы халық аралық ем шаралар көп қолданылады ғой халықтың арасында, мынау хиджама деген сияқты, жаңағы сүлікпен емдеу, анау-мынау деген сияқты. Бірақ осының бәрі айналып дегенде барлығы чистаға келіп тіреледі, Қазір уже докторлардың өзі айтады, мысалға организмде мынау клеткалар бітеліп қалған кезде, сол клеткалар жұмыстары тоқтап қалады, шлактар толып қалады, сол себепті жұмыс жасамайды. Содан кейін біздің бауырымыз, бүйрегіміз, жүрегіміз бізге сигнал береді, Бұл негізінде ауру емес, сигнал негізі. Бірақ соны біз дәріханаға барып, жаңағыдай тоқтату әдісін қолданамыз да, жылдан бізге әйтеуір ауырмай қойып кету керек қой, жаңа обезболивающий алып іше саламыз, резко тоқтататын жаңағы аурудың емін емес, жаңағы бетін жауып тастайтын нәрсе қолданып жүрміз да осы уақытқа дейін. Енді қазір уже айтып тұрмын ғой, адамдар саналы түрде уже әр семья, әр отбасы өзіне бір жаңағы нені таңдап алып, өзіне ыңғайлы жаңағы өзінің жаңағы қалтасына ыңғайлы, қаражатына ыңғайлы етіп, және де өзінің жаңағы аумағына ыңғайлы жеткізу қалай деген сияқты әр семья қазір бады алады. Саналы түрде біз оған келдік. Өткендегі осы елімізде болған барлық әлемде болған нәрсе де біздің осы Қазақстанда айналып өткен жоқ, бәрімізге келді, әр үйге келді. Сол кезде біз уже бәріміз түсіндік, действительно, осы именно осындай нәрселерді қолданған отбасылар ондай ауру айналып өтті, мысалға, мен мысалға айта аламын, менің үйімді айналып өтті деп, өйткені менің балаларым ауырған жоқ, мен ауырған жоқпын мысалға. Біз, может быть, ол ауырған да шығармыз, ағзамызда болған шығар, бірақ біз жеңіл түрде өттік деген сөз, біз ауырып сұлап жатқан жоқпыз ғой. Сол себепті мен оны уверенно айта аламын, өйткені осы именно сол кезде, осы март айында мен осы Сибирское здоровье компаниясын таңдап келдім. Алдында мен басқа компаниялардың дәрумендерін алатынмын, жалпы мен БАДиді өзім қолданатыныма уже біраз жыл болды, 10 жылдан асты. Бірақ именно Сибирское здоровьеға келіп тоқталған себебім, қазір сіздерге оны айтам.
Бірақ та жаңағы бастапқы мына хронолон жөнінде айтқым келіп отыр. Хронолон именно Айзада ханым қазір ішіп жатқан мына истоки чистоты, иә. Истоки чистоты бұл внутриклеточный, междуклеточный чистка жасайды және де антиоксидантпен қорғайды. Яғни чистка кезінде еще антиоксидантпен біздің жаңағы неміз қорғалады, организміміз қорғалады еще. Сондай чистканы мен өзім 3 ай іштім. 3 ай осы хронолонгпен бірге іштім. Менде өте керемет осы женский проблемаларым шешілді. Ешқандай гинекологсыз, ешқандай одан кейін мынау жаңағы өзім осы көктемнің кезінде айтып жүретін, қыстың кезінде айтатын, осы көктем болса, жаңағы неге барып, бетімді мынандай қазір ботокс дегендер бар ғой енді, оның соның бағасын біліп, бүйтіп Инстаграмнан қарап сөйтіп жүретін осы бір проблемамды шешсем, бетімде өйткені мен пигментация болды, мына жерлерім кәдімгі карта сияқты мынандай пигментация болды. Ол енді оказывается менің бауырымның дұрыс жұмыс жасамағанынан болған екен. Еще менде аллергический реакция болатын. Сондай проблемаларым бәрі менің шешілді. Ол қалай шешілді? Осы мынау истоки чистотымен мен чистка жасадым, және де мен оны 1 ай жасаған жоқпын, мен оны толық курсын 3 ай алдым. И осы мына хронолонгпен бірге іштім. Хронолонг, сосын бізде омега бар, сол омегамен қосып іштім. Мен өте керемет результат алдым. Менің бетім тазарды, терім упругий болды. Одан кейін мимический машиналар кетті именно. Бетім шамалы көтерілді. Бұл енді жаңағы осы қоспасы дәрумендерін енді Айзада ханымға жекесіне шығып сұрап аласыздар, қандай препарат деп. Айттым ғой, Европаның жалпы әйелдеріне қарасаңыздар, иә, мысалы, әдемі бір қартаю, даже кәрі әйелінің өзі мысалға, иә, әдемі табиғи красотасы бар да, бір какой-то бір да, енді мынандай ешқандай несіз, натуральный дейді ғой. Сондай бір натуральный, сондай өзіме сондай натуральный нәрсе іздеп жүрген болатын, бірақ та жаңағы все равно айналамда подругаларым бар, жаңағы ботокс жасаттық, ананы істеттік, мынаны істеттік дегенге сол мен де қызығып әйтеуір қарап жүрген болатын, бірақ сол ботоксыз да менің қазіргі таңда барлық проблемалар шешілді. Бұл по-женски проблема, бұл вообще күшті, жатырды көтереді, жатырды орнына келтіреді. Менің өзім 6 беременность болған, 5 балам бар. Соған қарамастан, мысалға, менің жаңағы өзімнің гинекологический проблемаларым шешілді. Әрине, оған қоса мен жаңағы гимнастикалар жасадым, бірақ та именно осы препарат маған көмектесті. Мен бұны сездім. Өйткені мен 3 ай бойы тоқтамай іштім. Өзімнің жаңағы терімнен, бетімнен, сосын мынау кәдімгі нервозность кетеді. Одан кейін жаңағы не кетеді, мынау цикл кезіндегі жаңағы цикл кезінде мысалға әйел адамда болады, иә, мінезінде бір жаңағыдай мен өзімде болады нервозность, иә. Сол жағынан да мен өзім таң қалатын болдым. Өзім сондай күндері даже замечательный өтіп кететін да. Өйткені жаңағыдай нервничать етпеймін, ешкімге айғайламаймын деген сияқты. Енді әйел болғаннан кейін, это же ни для кого не секрет. Біз енді Инстаграмда бәріміз жарқырап әдемі өмір көрсетпейміз. Біздер мен как есть солай айтамын да, мысалға. Ол өйткені болады, барлық семьяда болады. Мен мысалға 5 балам бар. Біреусіне айғайлап қалам, біреусіне бүйтіп қалам деген сияқты. Яғни осы хронолонг менің осы жағынан осы нервозность кетті. Беттің тері түсі түзелді. Одан кейін гинекологический проблемамды шешті. Мен осы истоки чистотыйдың тағы да бір мәселе, мына менің шашымның, мынау самайларым, былай, мына жерім бәрі ақ болатын. Қазір мына енді мына шет жақтарында мысалға бар міне бірен-саран да, одан мен қысылмаймын көрсетіп айтқаннан. Именно міне былай міне полностью кетпесе де, мен уже 2 айдан асты шашымды боямағаныма, менің шашымның ағарғандары азайды. Кәдімгідей азайды. Менің қасымдағы өзім подругаларым, күнде көріп жүрген жаңағы сестренкаларым бәрі маған айтады, сен просто көзіңнің, бетіңнің полный жанарың өзгеріпті. Сондай бетің таза, естественный, әдемі болып, сондай болып өзгердің деп, мысалға, менің өзімнің айналамдағы адамдар уже айтты маған да. Одноклассницаларым сұрады, қайда барып жүрсің, аяғың ауыр емес па, әдемі болып кетіпсің деп. Ол осы мен живой осы отзыв менен да, осы хронолонгтың, жаңағы истоки чистотыйдың, осы бір өнімдердің енді бағасы вообще смешной да. Осы хронолонг
6700 ба солай тұрады, по-моему. Бірақ та дәл осындай составпен, мысалы мен айтып тұрмын ғой, мен БАДыйды жалпы 10 жылдан аса уже принимать етемін, өйткені именно өзімнің щитовидный железамен сондай проблемаларым болған. Мен осы щитовидкам 4-ші степенге өткен кезде мен обострениені медицинамен шештім, әрине медицина көмектесті. Бірақ та өзім поддерживать етемін, сол 10 жылдан аса, мысалға мен сол щитовидкама осы именно БАДыймен емделемін. Одан кейін мен уже 4 бала тудым. Сол 4-ші степен болса да, қазіргі таңда ешқандай мені беспокоить етпейді. Міне жақында ғана полный медосмотр өттім. Былтырда жыл сайын медосмотр өтіп тұрамын. Өзіме эндокринологиядан, ешқандай гинекологиядан, вообще ешқандай проблема жоқ қазір менде. Енді осы мынау не айтқым керек? Бағасы, иә? Бағасы неге арзан? Енді басқа мысалға өнім, басқа осындай составпен басқа компаниялар бар. Американский компания бар, японский компанияда осы составпен БАДылар бар. Бірақ олар 20 мыңның төңірегінде тұрады. Неге арзан деп сұрайсыздар ғой енді. Бізде неге арзан? Өйткені Siberian Wellness корпорациясы бұл жай ғана компания емес, бұл үлкен корпорация. Бұл кәдімгі өзінің өндірушісі бар корпорация. Бұл жерде сіздер мысалға мынау крышкаға, мынау этикеткаға, мынау капсуланың сыртына, мынау бутылкаға, жай әшейін мынау коробкаға, қағазға төлемейсіздер. Сіздер мына капсулалардың ішіндегі өнімге ғана төлейсіздер. Себебі бұл өздері өндіруші, өздері жаңағы өзі мысалға өндіріп атқаннан кейін тек қана өнімнің ғана ақшасы алынады, ал жалпы мынаның сыртын, ішін бәрін өндіруші өзі болғандықтан ешқандай сіздің қалтаңыздан лишний ақша сұрамайды. Бәрін упаковкалап, бәрін өзі өндіреді, өздері шығарады, сол себепті арзан. Мысалға жаңағы эпамды, иә, көрсет Айзада ханым, мынандай ғана міне бутылке, иә, міне қараңыздар, менің қолыммен былай жасағанда, міне сіздерге размері, міне примерно міне мынандай, иә. Сонда бұл бутылка женский проблеманы шешеді. Не бары 1100 теңге тұрады. Представляете, осы мына эпам 900 мына тыныс қуысынан келетін адамдарға мысалға мынау инфекциядан қорғайды адамды, иә. Сонда мен мысалға ойлағам, мынау кішкентай бутылка қалай проблеманы шешеді деп, иә. Менің өзім сестренкам ішті, өте жақсы результат айтты, өте жақсы мақтады. Ота, сенің берген әлгі капляларың вообще күшті екен деп. Менің мамам ішті, осы эпам 7 деген түрі бар еще. Кәдімгідей 20 каплясын ішсе температураны да түсіреді, представляете? Мен мамама өзім алып берген осы Навамин, эпам 900, эпам 7, да, сосын кальций алып бердім. Вообще ол кісі коронавирус кезінде даже кәдімгі осы ауырған адамдармен даже контактта болды, бірақ ауырған жоқ. Жасы 70-ке келіп қалған кісі болса да, ауырған жоқ. Себебі осы қорғады ол кісіні. Жалпы енді менің өзімнің отбасым, мен осы март айынан бастап қолданам бұл өнімді. Менің өзімде отзыв осындай көп. Біздің енді мынау баланың ішінде жатқан баладан, әйелдің ішінде жатқан баладан бастап, еңкейген қарт адамдарға дейінгі өнімдер бар бізде. Мысалы, бізде еще өнімдер мынандай мужской организмге, ерлердің жаңағы проблемалысын шешетін, жаңағы простата, ер адамның өзінің бір қан айналымдары, бір табиғаты бөлек болады ғой. Соған қарасты, мысалға, ер адамдардың жаңағы ішетін витаминдері бөлек, иә. Ер адамның ағзасына арналған, әйел адамның ағзасына арналған витаминдер бір бөлек, мысалға, иә, красотаға арналған бір жаңағы сұлулыққа арналған жаңағы ол бір бөлек, бәрі мынандай системный да, мынау былайша айтқанда кішкентай балаға мысалға ананың ішінде жатқан балаға берілетін мысалға мама бокс деген дәрумендер бар, иә, дәрумендердің жиынтығы былайша айтқанда, ол жерде мысалы ана әйел адамға да, ана аяғы ауыр әйел адам да өзі де жаңағы шаршаңқы болмай, өзіне де жаңағы дәрумендер беріледі, и ішіндегі баласы да сол арқылы дәрумен алады, иә. Одан кейін әйел адам туғаннан кейін, мысалы босанғаннан кейін мама бокс для кормящих мам деген витаминдер бар, представляете? Ол жерде әйел адам именно беременность кезінде оған витаминдер берілу керек, иә. А кейін ол босанғаннан кейінгі, Нұрбол, қараш Дианаға, босанғаннан кейінгі мысалға, иә, босанғаннан кейінгі жағдайда ішетін мама бокста, ол жерде әйел адамның
именно сол босанғаннан кейін, сол процесстен кейін ағзасы орнына келтіретін дәрумендер жиынтығы бар. Айтшы кімге? Абзалға айтшы, Нұрбол. Менде эфир болып жатыр. И балаға да мысалға, иә, кішкентай баланың жаңағы бізде часто болады ғой, мынау колики, болики, іші ауырып қалды, бүйтіп қалды, жаңағы деп жатамыз ғой, бала ұйықтамай қалды, шамшулап қалды деген сияқты. Міне, баланың организміне емшек сүтімен баратын витаминдер бар. Ол жерде жаңағы баланың іші ауырмайды, жаңағы коликтар болмайды, бала тыныс ұйықтайды. Менде именно осы мама бокстың жаңағы кормящий мамаларынан өте көп результат бар. Өте көп менің осы босанған, осы көршілерім алған, босанған менің осы туысқандарым алған, иә, солар айтады, жалпы бала тыныш ұйықтайтын болды. Мынаның ішінде не бар? Снотворный бар емес па? Айтамын, оның ішінде снотворный емес, оның ішінде кәдімгі баланың ағзасына керекті нәрсе бар. Өйткені қазір біз бәрімізге уже не секрет, не для кого. Біз кәдімгі қалыпты жағдайда уже толық нәрсе ала алмаймыз, толық өзімізге жетіспейді, иә, витаминдер. Сол себепті. Одан кейін менің қазір қолымда жоқ, осы D3 деген витаминді өзімнің отбасыма жеткізе алмай қойдым. Алам, бірақ жолдан әйтеуір біреу кездесіп алып қояды. Бізде D3 деген витамин бар, мынадай кәдімгі осындай бутылка, мне тура осындай бутылка, бірақ D3 деп жазылып тұр. И жаңағының бір каплясын даже новорожденный балаларға беруге болады. Я мысалы, міне сол жағынан да, сосын сол жағынан мысалға D3 витамині бар, жаңадан туған балаларға дейін беруге болады. Сосын мынау EPAM 900-ті менің өзімнің жаңағы клиенткам бар, кәдімгі 9 айлық баласына береді, мысалға 5-ке жатып, баласы соған береді EPAM 900-ті. Өйткені айтады, дәрі бермей-ақ, сироп бермей-ақ, осының өзі мынау қырылдаған, мына баланың кеудесінде болады ғой, кішкентай балаларда бір сырылдап, қырылдап тұрады ғой бір кейде, соның өзіне жақсы көмектеседі деп мысалы, иә. Сол себепті одан кейін мынау инсульттан кейінгі бізде натуральный витаминдер бар. Инсульттан кейінгі жаңағы процеске. Сосын мынау шайлар бар, иә, неше түрлі. Мысалға, мен өзім қолданам, мынау фиточай из диких трав №1 деген бұл кәдімгі мынау әйел адамның бойында ер адамдардың өзінің механизациясы бөлек қой негізі ағзалары, иә. Оларда тұрған кезде ісік болмайды. Бірақ біз осы әйел адамның бойында кәдімгі, мынау біз айтамыз ғой, семіріп кеттім, толып кеттім, білмеймін, осы бір аптада толып алам осы деп, иә. Негізі ол толмаймыз біз, біздің просто денемізде мына клеткаларымыздың арасында ауа болады, керек емес жаңағы жидкостьтар болады, иә. Сондай нәрсенің бәрін мынау тазартады осы чай. Небары 1100 теңге тұрады, кәдімгі осындай пакетикте міне осы 30 күнге мысалға жетеді сізге, иә. Одан кейін жаңағы для женского здоровья деген бізде осы гинекологический проблемаларға қарсы жаңағы не бар, осындай шайлар бар. Шайдың өзі таза шөптен жасалған, мысалға. Мынау мен өткенде не жасадым, осы бір апта бұрын, мен бір апта емес, осы 2 күн болды ма, біткенде, мен тригелем деген чистка жасадым. Өзіме бізде антипаразитарный программа чистка бар. Небәрі 5200 теңге тұрады, иә. Мен сол чистканы жасадым, мысалға, сол кезде организм, мысалға, чистка болған кезде, біздің енді фильтр деген, бауырымыз фильтр ғой, былайынша айтқанда. Фильтріміз енді барлық ағзаны тазалаған кезде, фильтрге нагрузка түседі, иә, мысалға, барлық шлактар сол жерден өтеді ғой. Сол кезде, мысалға, сол бауырдың жұмысын жеңілдетуге арналған шай мынау бар ғой, защита печени дейді. Кәдімгі осы, мысалға, осы шайдың өзінен, мысалға, иә, құр осы шайды ішіп ақ, мысалға, бізде бар результат, мына шайдың өзінен кәдімгі бұл терідегі пигментацияға да жақсы көмектеседі, содан кейін угревой сып кетеді мына шайдан. Өте көмектеседі. Одан кейін мен өзім қазіргі таңда ішіп жатырмын. Мынау менің жаңағы барагамарант деген препарат бар. Бұл енді мынау сезонный аллергияға, астматиктерге өте жақсы көмектеседі. Бұл енді даже мынау 8-9 айлық балаға беруге болады. Өйткені ондай бізде болған бір қыз берген өзінің баласына. Жаңағы диатез болады ғой балаларда. Диатез, мамасы жаңағы емшек еметін бала, мамасы бірақ нәрсе жеп қояды да. Сонымен баласы диатез болады. Содан мынаның бір капсуласын аузына тамызып, бір капсуласын сол жаңағы қызарған бет аузына жағып қояды. Таңертең тұрған кезде бала тыныш ұйықтайды, во-первых, и жаңағы ешқандай нәрсе болмайды денесінде. Бұл негізі мен өзім сезонный аллергиям бар. Мынау неде кәдімгі
күздің күндері күн енді қоңыр суық болған кезде дене түршігеді ғой. Сол кезде сол денем түршіккен кезде менің өзім денеме шығатын сондай кофеин бар. Содан мысалға мен осы барага амарантпен қорғанамын. 2 капсуласын ішемін. Курсы 1 ай. Одан кейін қазіргі таңда мен өзім қолданып жатырмын. Для женских красоты составы өте базарный. Небәрі 2000 теңге тұрады. Bir айға арналған. Мынаның ішінде енді коэнзим Q10, кәдімгі біздің әйел адамның ағзасына не керек, соның бәрі бар. Енді толық білгілеріңіз келсе Айзада ханымнан сұрап алуларыңызға болады. Жалпы мен мысалға қазір өзім осы препаратты пайдаланып жатырмын. Осы мына дәруменді өзім ішіп жатырмын. Барага амарантпен, міне осы женский красотаны. Сосын давлениесі низкий адамдарға, я мысалға, менің өзім давлением низкий, менің өзімде болады ондай, кейде бір таңертең оянған кезде уже ояна салысымен уже бас ауырып, айналаң бәрі төңкеріліп, мысалға тұра алмайтын сондай әлсіздік пайда болады. Мен енді скорый помощи, мен мына нәрсе бұл енді менің кәдімгі жедел жәрдемім. Бұны енді бұл кәдімгі давлениені орнына келтіреді. Сосын бұл жаңағы антивирусный, сосын бұл күш қуат береді адамға, мысалға слабость чувствовать етпейсіз, мынау жаңағы энергетический напиток бірдеңе ішіп жатады ғой сіз кісілер. Міне осыны ішсе мысалға, я мен күйеуім қазір мысалға энергетический напиток ішпейді. Мен осыдан 1 пипетті үлкен стаканмен болса, су мысалға 2 пипетті осыны салып беремін. Өте керемет, мынау адамның ағзасының жаңағы несін реттейді, давлениені орнына келтіреді, орында ұстайды, содан кейін күш қуат береді. Жаңағы усталость снимать етеді. Енді ЭПАМ 900 айттым, антивирусный, Новамин туралы тоже айттық. Енді зубный паста енді бұл жерде мынау 98-де 3% таза шөптің сығындысынан жасалған. Бұл пастаның енді бір-ақ рет жуып көрсеңіздер, содан кейін басқа пасталармен жуғыңыз келмейді. Ол біздің үйде мысалға осы 7 адам бар, осы 7 адамда осы пастамен жуады. Сол бәрі менің балаларым өзі ересек болып қалған ғой, соны айтады. Мынау паста мама күшті екен деп. Осы паста бар. Сосын біздің үйде осындай мен өзім қолданатын заттарымды айтайын енді. Біз енді әйел адам болғаннан кейін тәтті жеп қоятынымыз бар, жаңағы оның үстіне тәтті жеп қойып апты, неменеге жедім, асқазаным қыжылдап кетті, быжылдап кетті деп айтатынымыз бар деген сияқты. Сонда енді жеп қоятын қыздарға міне мынандай юго чайы бар. Бұл енді қанша нәрсе жесеңіз де, 5 бармақ жесеңіз де, одан кейін торт жеп, одан кейін тағы да бір нәрсе жейтін болсаңыз да, мысалға, бір мысал қонаққа барасыз, бәрін жейсіз, не қалайсыз, қалағаныңызды жейсіз, үйге келесіз, бір чашкаға демдеп ішіп аласыз, болды, бәрі табиғи жолмен шешіледі. Өте керемет. Ешқандай артық салмақ болмайды, артық ісік болмайды, еш нәрсе болмайды. Бұл енді қыздарға біздің. Сосын ер адамдарға арналған міне шампунь. Бұл шампуньмен енді жуған адам басқа шампуньді признавать етпейді. Менің өзім міне мына шампуньдармен өзім қолданамын. Мен кәдімгі шашым түсетін, шашым қазір түспейді деп айта алмаймын. Түседі, бірақтан не жоқ. Мен мынау объемный, сосын восстанавливающий шампуньмен өзім қолданамын. Міне таза шөптің сығындысы, ешқандай жаңағы сульфатсыз, ешқандай парабен, ешқандай анандай синтетика, еш нәрсе жоқ. Бұл кәдімгі таза өнімдер. Содан кейін мысалға бір адам қолданатын болса, бағасы 2330 теңге тұрады, по-моему. Бір адам қолданатын болса, мысалға бір шампунь, мысалға менікіндей болса, шашы 1,5 айға жетеді, ал менікінен қысқа болса 2 айға жетеді. Өте экономный. Содан кейін 5 күнде бір рет жууға болады мына шампуньмен. Егер де обычный шампуньмен сіздер әр күн сайын, күн ара, 3 күнде бір жусаңыздар, осы шампуньді мысалға 5 күнде бір рет қолдануға болады спокойно. Сосын енді мынау балаларға арналған ванныйға, бірақ үлкен адамдарға да қолдануға болады. Мен өзімге қолданамын. Мен мысалға бүгін ванныйға түстім, ванныйға кәдімгі набирать еткен кезде, осы мынау волшебник деген бізде бальзам бар, L5, бұл жаңағы ауыз қуысын шаюға арналған. Мен мынау тісімді емдетіп, өткенде мына жағымдағы сүйегіме кішкене мини операция жасатқан болатым. Сосын мынау десналарымды күйдірген болатын, я. Сол кезде мысалға мен осы маған жақсы көмектесті. Осы мен шайып жүрдім, басқа ешқандай ромашкада,
сода да тұз да қолданған жоқпын, тек қана осыны қолдандым. Және де бұл кәдімгі балалардың тамағы ангинасы болса, жаңағы ангинасын сүртуге болады, сосын аузын шайғызуға болады, тіске де мысалға қатысты, иә, ауыз шаяды, бірақ та мен бұны ваннаға да қолданамын. Міне осымен қосып, гель для душа бәрін ваннаға мысалға 4 рет 3 рет былай сығымдысын салам, и маған мысалға бұл лечебный ванна болады. Лечебный, мынау успокаивающий, мынау негізінде гиперактивный балаларға өте керемет, успокаивать етеді, расслаблять етеді, бала тыныш ұйықтайды. Кәдімгі осыдан кейін менің жүгіріп жүрген қыздарым осы мен ванны принимать етсе, жатып ұйықтап қалады, шыққаннан кейін сразу тамақтарын ішеді дағы. Сосын антибактериальный, енді мен өзім қолданған жоқпын, бірақ алдым, өзім жаңағы ініме берем, бұл аяққа қатысты, аяқтың иісіне жаңағы болады ғой, сондай бір жаңа проблемный аяқтар, соларға қатысты мен қолданған жоқпын, әлі білмеймін, бұл жайында айта алмаймын, әлі жаңа. Сосын мен өзім крем, мысалға, менің кожам комбинированный, өзім крем қолданамын, мынау омега кислоттармен витаминный кремдер жалпы. Бұл кремде мысалға қоспасы бар, иә, омега 3 бар, омега 6, 7, 9 сол жирный кислоттармен бұл кәдімгі емдейсіз, бетіңізге жай крем жақпайсыз, жай мына тырысып тұрған әшейін соны снимать етпейсіз, сондай эффект емес, бұл кәдімгідей лечебный эффект береді сізге. Текстурасы қою болғанымен өте жеңіл жағылады. Менің кожам комбинированный, мысалға мына жерлері сухой болса, мына жерлері майлы, иә, сол себепті майлы жағына мен былай жаңағыда хлопать етіп жағамда, ал кәдімгі сухой жеріне кәдімгі массирующий движениемен жағам, маған өте ұнайды. Бұның және де умывалкасы бар, бірге осы омега кислоттармен умывалкасы бар, сонымен умываться етіп, и мына кремді жақтаңыздар, вообще эффект күшті болады. Одан кейін мынау қазіргі таңда қыздардың көбісі айтады, патчи, мына жерлеріне жабыстырып жатады ғой. Осы сондай патчи бізде бар, бірақ мен біздің патчиді алып көрген жоқпын, бірақ бізде осы патчиді заменяющий, патчи для всего лица деген сияқты, мынау барлық бетке арналған патчи. Сол патчидің қызметін жасайтын маска. Мен бұны бетіне жағам, бұл жаңағы қонаққа барардың алдында, мынау қыздарға жаңағы өте жақсы көмек береді. Қонаққа барардың алдында, мысалға, бетіңіздің раздвижениесі болса, қызарған жері болса, сосын андай мимический әжімдерге өте жақсы көмектеседі. 1-2 сағат бұрын жасап алсаңыз, охлажденный эффект береді, бетіңізді освежать етеді, бетіңіз вообще бархатный болады. Сосын мен өзім мынау умывалканы пробнигін алдым, өйткені менің өзімнің алып жүрген клиенткаларым өте осы маған мақтады осыны. Прямо жууға бетіңді жусаң, кішкентай ғана горошек алып жуады екенсің деп бетіне жағып кеңітетіп, бұл кәдімгідей жаңағы сәбидің терісі сияқты болады деп маған солай айтты осы алған адамдар. Сосын мен де алып көрейін деп алып көрдім. Эффект вообще супер. Я не ожидала, что осы нәрсе осындай бір эффект береді деп. Вообще классный. Кәдімгі бетіңді ұстай бергің келеді. Мұнамен жуғаннан кейін бар ғой. Сосын пилинг. Бұл пилинг енді мынау беттегі пигментацияға қатысты. Менің енді қазіргі таңда пигментациям жоқ, бірақ шамалы веснушка сияқты сондай қалған нелер бар. Енді мен әлі де онымен күресіп жатырмын, әлі де жұмыс жасап жатырмын, бірақ ешқандай жаңағы бір жерге бару, медицина, ботокс, ешнәрсені, косметология, ешнәрсені араластырмай, осы үйдің жағдайында осы продукциялардың арқасында жасап жатырмын. Ішіме жаңағы здоровье красоты жасаймын, ішіме принимать ететін витаминдерді, сыртқы мына уходыма, мысалға пилингке. Бұның негізі маскасымен бірге алсаңыздар эффект жақсы болады. Менде маскасымен алған қыздар бар, бірақ осы пилингтің өзінен де маған жақсы сондай результат алып жатырмын. Мен міне осы аптасына 1 рет мынау патчи для всего лица осыны қолданам, маска, одан кейін 1 рет осы пилингті қолданам. Өте жақсы түсіндіріп жатыр. Ақбота ханым біздің сұрақ қойып жатыр ханымдар. Марал ханым, нарушениеге не ішуге болады екен дейді. Қандай нарушение? Сол сұрап жатыр. Ненің нарушениесіне Марал ханым нақтырақ жазып жіберсеңіз? Женский циклдың нарушениесі болса, онда хроноломик решать етеді проблемаңызды, содан кейін женский эпам бар, сосын женский шай бар, женский гармония деген. Соны алып ішсеңіз, женский проблемалардың барлығы решать етеді. Ал енді сосын жаңағы бізде парфюмге тоқталып кетеміз осы жерде.
Парфюм деген енді мен әлі үлкенін алған жоқпын. Менде не бар, соны көрсетіп жатырмын. Жалпы мынандай осындай мен мынау пробникта емес, пробниктан үлкен. Мен осы 6 түрін алған болатынмын. Мен негізінде бұны алған кезде сұрадым да қыздардан, мужской бар ма, женский бар ма? Мен де енді магазинге барып аламын өзім. Сонда маған айтты, бізде парфюм мужской, женский болып бөлінбейді. Екеуіңіз аласыздар да сеуіп жүре бересіздер, екеуіңізден екі түрлі иіс шығады. Сол кезде мен айттым, қалай сонда? Кейін мен сайтқа кіріп қарасам, бізде негізі осы парфюм Свитиновый өзі француздар осы біздің корпорацияға арнап жасайды екен. Сол кісілер мысалға жасаған кезде бұның жаңағы адамның өзінің текстурасы, мысалы терісінің қандай несі бар, соған қарай мысалға бізді мысалға осы жерде 10 адам осы бір флаконды себетін болса, 10 адамның үстінен 10 түрлі иіс шығады, представляете? Мен бұндай нәрсені өмірімде көрмеген. Осы одан кейін мына жағасыз ғой, егер де нечаянно киімге жақсаңыз, я стараюсь теріге жағуға. Өйткені теріге тиген кезде, терімен прикосновение болған кезде, өзіңіздің теріңізбен үйлесіп, кәдімгі өзіңіздің натуральный бір иісіңізді шығарады, понимаете? И мен күйеуімнен действительно басқа иіс шығады, менен басқа иіс шығады. Екеуміз бір парфюмді қолданып жүре береміз. Мен 6 түрін алдым, 6-ауынан осы қазір осы қалды. Енді действительно киімге тиіп кетсе, егер мысалға, киімді қандай освежитель болмасын, даже мынау жуынған кезде мен гель для душа осы Cyber & Wellness-тың мынау тоже гелі, осы мен жуынсам да мысалға осы парфюмнің иісі все равно мен денемен шығып тұрады. Одан кейін киімге тисе, қандай освежающий жаңағы нелер болады, линор, не сбивать ете алмайды мынаның иісін. Бір 2-3 рет жуғаннан кейін бірақ кетеді. Осы себілген киімді мысалға жуатын болсаңыз, қолтаңызда тұрса, сол иіс шығып тұрады, мынаның иісі. Сондай керемет, стойкий, еще и бағасы да қолжетімді. Өте керемет түсіндірдіңіз, Ақбота ханым. Менің өнімдеріме қарағанда сіздің өнімдеріңіз өте көп. Сіздің айтарыңыз бар ғой. Енді сіз маған қарағанда сәл алдағы уақытта менен бұрын пайдаланып көрсеткен ғой. Айзада ханым, мысалға бұрынғы компанияларда мен айттым ғой, мен бұған дейін 4 компанияда жұмыс жасадым. Мен бұрынғы компанияларда вот ни для кого не секретно, сетевой бизнеста біз ЛТО жасауымыз керек. Біз өзіміз мысалға айлық алу үшін, өзіміздің командамыздан алу үшін, біз товарооборот жасауымыз керек, команда жинауымыз керек, көп ақша алу үшін, ал өзіміз сол жаңағы командамыздың ақшасын алу үшін өзімізде личный товарооборот жасауымыз керек. Мысалға бұрындары мен қиналып жасайтын, мен де мысалға Батель деген компанияда жұмыс жасадым. Бательдіктер отырса кешірсін мені, бірақ кәдімгі бүйтіп алатынмын да, кәдімгідей өзіме вообще ашпайтынмын да. Мынаны анаған берем, мынаған берем, таратып жіберетіндей болды. Ол жерде ЛТО 12.000 теңге болатын. Вообще ешнәрсе алмайтын өзіме. Потому что действительно маған ұнамайтын. Бірақ әйтеуір өзім ЛТО-м жасау керек, жасайтын да. А мына жерде кәдімгі я все хочу, понимаете? Бәрін алып, бәрін көргім келеді. Өйткені әрқайсысының бір өзінің бір, мына даже тональный кремнің өзі лечебный тональный крем мынау, кәдімгі бетіңізге жаққанда бетіңізде тоналка мына жағылып тұрма, вообще не чувствуется, вообще. И бетке мына теріге кәдімгі өзімен өзі сіңіп, өзі орнын табады терінің бар ғой. Ешқандай бір мынандай эффект болмайды, мынандай жиылып қалатын, мынандай бір жерде тұрып қалатын, жиналып қалатын, вообще ондай эффект болмайды. Енді өзім тушын алғым келіп жүр, сіз өткенде қызықтырдыңыз мені видео жасап, тушы күшті екен деп. Мен аллергиям бар, көзім сразу қызарады, сол себепті мен туш вообще жақпаймын, негізі қолданбаймын, но бірақ осы Enigma тушын алғым келіп жүр, өйткені көп оқып жүрмін, гипоаллергенный жақсы деп айтып жатыр қыздар. Соны алғым келіп жүр, сізге қарап қызығып жүрмін. Бізде енді бір жақсы жері, мен негізі көп өнімді бір жағынан алып үлгермей жатырмын. Өйткені мен клиенттерім, 100 балды клиенттердің арқасында жасаймын да, 100 балды жасаймын, өзіме бүгін ананы алам, мынаны алам деген кезде мынаяқтан клиенттер шығып қалады, сөйтіп сол кісілерге жаңа заказымды жасатып жіберемін, мақұл ендігі айда алам деп, мен көп затты сөйтіп аламай қалдым. Бізде енді бір жақсы жері, сол ғой ЛТО-ны команда құрып жатсаң, құрма, жалпы клиенттің арқасында біз 100 балымызды жаба алатын сондай системамыз бар. Бізде жаңа бір кісі Марал ханым ғана сұрақ қойған екен, ол кісінің сұрағына енді жаңа жауап бердік. Уақытымызда шамалы таяп қалыпты. Егерде осы өнімдер жайлы сұрақтарыңыз болса, менің жекемен шығып қойсаңыздар болады. Және егерде жоқ заказ беремін, болмаса мынандай
денсаулықты мынандай ақаулықтарына не ішуге болады деген, мынаны ауруға не ішуге болады деген сұрақтарыңыз болса, менің парақшамда профилінде сілтеме бар, ол жерде менімен байланысуға болатын байланыста бар, WhatsApp желісі болмаса, Инстаграмда менің жекеме жазсаңыздар болады. Кез келген сұрақтарыңызға мен жауап беруге дайынмын. Тағы да айтарыңыз бар ма? Шамалы уақытымыз қалды. Сол ғой, міне мен де отырмын, өнімнің бәрін жинастырып қойып, міне қаншама өнім бар. Мына жақта менде еще тағы бір өнім бар еді, ол айтылмай кетті. Тоник антиоксидантный нем менің. Көрдіңіздер ма? Айта берсек өте көп. Жақсы Ақбота ханым, рахмет. Бәріміз Че-то помеха болып дұрыс естілмей жатыр. Олай болса жақсы, мен оқырмандармен қоштасам.